Сәлем достар, көп қабатты үйлерде адамдардың ыңғайлығы үшін вертикалды бағытта қозғалатын көтергіш машиналар, яғни лифттер орнатылған. Сол лифттер тоқтап, істемей, тіпті құлап кеткен жағдайлар болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін лифттерде болған жантүршігерлік жағдайларды көрсетеміз. Бүгінгі видеомыздағы көрсетілген сәттер кейбір адамдарға сұмдық болып көрінуі мүмкін. Бірақ видеоның мақсаты көрермендерді шошыту емес. Керісінше көрсетілген кадрлар бойынша әр адам жеке басына байланысты сақтық ережелерді ұмытпас үшін істелінген. Қытайда мас жігіт өз қызымен отельге келіп, бөлмесіне бару үшін лифтпен көтерілмекші болады. Бірақ бірнеше минут лифт келгенін күткісі келмей, жігіт лифтті өзім ашып кіремін дейді. Жынданып жатқан жігітке көмекке консьерж келеді. Қытайлықтың айтуы бойынша, оған ешкімнің көмегі керек болған жоқ. Ол лифт ашылмаса, мен оны өзім ашамын деп есікті тебе бастайды. Қасындағы қызы оны тоқтатқанымен, ол есікті аяғымен сындырып ішіне кірмекші болып құлап кетеді. Мас немесе өзі білмегендіктен лифттің шахтасына құлап мерт болады. Лифт жабық болғанда, ол жоғары көтерілсе төменгі жағы, ал төмен түссе жоғарғы жағы бос болады. Бұл адам сол бос болып тұрған шахтаға құлап кеткен. Чили елінде үйге бара жатқан адамның лифті кенеттен сынып, бірінші қабаттан 30-шы қабатқа дейін сұмдық жылдамдықпен көтеріле бастады. Ішіндегі адам шошып тоқтау батырмасын басқанмен, лифт үлкен жылдамдықпен үйдің төбесіне бір-ақ кірді. Қытайлық студенттің лифтте қысылып қалуы бүкіл әлемді шошытты. Лифт ашылған күйде төмен түсіп, жігітті қысып қалды. Көмекті ұзақ өткен жігіт өкінішке орай қайтыс болып кеткен. Тура осы жағдай Қытайда тағы бір рет қайталанып, видеоға түсіп қалған. Бірақ адам дер кезінде шығып үлгерді. Ал бұл жерде лифтке бірінші кірген адам тірі қалса, келесі қабатта коляскамен кірген әйел лифттің есігінде қысылып қайтыс болып кеткен. Жігіт пластикалық трубаларды лифтке ақырындап кіргізіп алады. Бірнеше секундтан кейін труба есіктің төменгі жағынан шахтаға кіріп кетіп, лифттің механизмін бұзады. Алланың қалауымен лифт төмен түсіп кетпей, ішіндегі адам тірі қалды. Бір топ арақ ішіп алған жас адамдар шулап жындана бастайды. Бір кезде біреуі ең бірінші видеомыздағы кейіпкер құсап, лифтті теуіп ішіне құлап сұмдық жарақат алып өліп кетеді. Жалпы кез келген алкогольді ішімдік осындай жағдайларға әкеп соғады. Ол жайлы біз өзіміздің жаңа ашылған онлайн деген каналымыздың бірінші видеомызда айтып кеттік. Достар, қолдау көрсетіп, сипаттамадағы және бірінші комментарийдегі сілтеме бойынша өтіп, онлайн деген каналымызға жазылып кетіңіз. Ол жерде қызықты әрі пайдалы видеолар жиі шығып тұрады. Сілтеме бойынша өтіп каналға жазылған әр адамға шын жүректен рахметімізді айтамыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл және онлайнға жазыл.